Умайя ибн Абдулла ибн Халид Абдулла ибн Умардың былай дегенін айтқан. Алла тағала аятта: «Уа, мүміндер, сапарға, әсіресе жорыққа шығып иенку жер шалғандарында күпірлік қылғандардың қастық істеуінен, тұтқиылдан шабуыл жасауынан қорықсаңдар, намазды қысқартып оқығандарың үшін күнә арқаламайсыңдар. Шүбәсіз, кәпірлер сендерге анық дұшпан, сондықтан ойламаған жерден сендерге қастық істеулері бек мүмкін деп қысқартуға рұқсат беріп тұрғанда, сапарда не үшін намаз қысқартылады дейді». Ибн Омар былай жауап берді: «Уа, бауырымның баласы! Біз адасып жүргенде, Алла елшісі келіп дінімізді үйретті. Бізге үйреткендерінің ішінде намазды сапар кезінде 2 рәкат етіп оқу да бар. Түсіндірме». Абдулла ибн Омардан сапар намазының Құранда келмегендігі, ал Құранда айтылған намаз соғыс кезіндегі намаз екендігі айтылып, сапарда намаздың қысқартылуы хақында пікірін сұрайды. Ұлы сахаба Абдулла ибн Омар дінді үйреткен Алла елшісі екенін айтып, өте даналықпен жауап береді: «Бізге бүкіл нәрсені Алла елшісі үйретті. Ол үйреткен нәрселердің ішінде намазды қысқартып оқу да бар еді». Дәлел ретінде Расулалланың сүннеті жеткілікті. Басқа дәлелге қандай қажеттілік бар? Қатада Ибн Нұғман былай дейді: «Біздің арамызда өздерін Бәну Убрайх деп атайтын бір отбасы бар еді. Адамдарының аты Бишір, Бушайр және Мубашир болатын. Бушайр мұнафық болатын. Алла елшісінің сахабаларын мазақтап өлең жазып, осы жазған өлеңдерін арабтарға теліп, пәленше былай деді, түгенше былай деді деп ел арасына таратып жүретін. Сахабалар оның өлеңдерін естігенде бірден танып, Аллаға ант етейін, бұл өлеңдерді анау антұрғаннан басқа ешкім жазбайды. Оны Ибн Әл-Убрайк шығарған дейтін. Бұл отбасы жахилия дәуірінде де, ислам дәуірінде де әрдайым кедей болып жүретін. Сол кезде Мәдинадағы халықтың ас суы құрма мен арпа болатын. Байлар ақ ұн келген кезде сол ұннан сатып алып, осылайша бай екенін жұртқа жариялайтын, ал пақырлардікі құрма мен арпа болатын. Бір күні Шамнан бір саудагер келді. Көкем Рифаға ибн Зәйд бір қап ақ ұн алды. Оны тап-таза жинақы бөлмесіне апарып қойды. Ол бөлмеде әртүрлі қарулар мен қалқан сауыт, қылыш бар еді. Ертесі күні көкем маған келді де: «Ей, бауырым, түнде үйіме ұры түсіпті. Қару-жарақ пен азық-түлікті алып тайып тұрыпты. Біз айналадан іздеп сұрастырып көрдік. Елдер бізге, түнде Бәни Убрайхтың адамдарын көрдік, от жағып жүрген болатын. Қолдарынан біраз сіздің үйдегі азық-түліктерді байқап қалдық» деді. Біз айналадан сұрау салып іздеп жүргенде, Бәну Убрайх: «Аллаға ант етейік, біз бұл қылмысты жасаған досыңыз Ләбиб ибн Сәхіл деп білеміз» деді. Ләбиб ибн Сәхіл біздің әулеттің бірі, әрі салихалы бір мұсылман болатын. Ләбиб олардың сөздерін естіген кезде қылышын жалаңдатып: «Демек, мен ұрлаған екенмін ғой. Аллаға ант етейін, не бұл істі жасаған ұрыны табасыңдар, не мен сендерді мына қылышпен турап тастаймын» деді. Олар: «Ойбай-ау, сенің бізде нең бар? Сен қайда, ұрлық қайда?» деп қайтадан сөздерінен жалтарып шыға берді. Өзіміз тұратын аймақтан жақсылап сұрастырдық. Ақырында әлгілердің ұрлық жасағанына еш күмәніміз қалмады. Көкем маған: «Ей, бауырым, Алла елшісіне барып мән-жайды баяндап берші» деді. Мен ол кісіге барып, арамызда бір әулет бізге зұлымдық жасады. Көкем Рифағаның үйін астан-кестен етіп кетті. Ішінде қару-жарақ, азық-түлік секілділердің барлығын алып кетті. Тым болмаса қаруларымызды қайтарсын. Азыққа еш қажеттілігіміз жоқ, дедім. Расулалла саллаллаху ғалейхи уа саллям: «Мен соны оларға әмір етемін» деді. Бәну Убрайг осыны естіген кезде Әсир ибн Уруа деген бір адамдарына барып, осы мәселе жөнінде ақылдасты. Біз тұрған жердегі адамдардың біразы бұл мәселеде бір ауызды келісіп: «Уа, Алланың елшісі, қатада мен көкесі арамыздағы бір салихалы мұсылман әулетіне ешбір дәлел-дәйексіз жала жауып ұры деп жатыр» деді. Қатада мен де Расулаллаға барып мәселені талқыладым. Сонда маған неге салихалы отбасына жала жауып, дәлелсіз ұры деп айыптап жүрсің деп сұрады. Мен осыдан соң үйіме қайттым. Шіркін-ай, көп дүнием жоғалып, соны Алла елшісіне айтқанымда ғой деп армандап қойдым. Осылай жүргенімде көкем келіп: «Бауырым, не бітірдің?» деді. Маған Алла елшісінің айтқандарын айна қатесіз қайталап айтып бердім. Көкем маған: «Алла жәрдемшіміз» деді.
Ақыры көп ұзамай мына аят түсірілді. Өздеріңмен соғысып жатқан дұшпан қауымның ізіне түсіп, оларды тықсыруда бір сәтке де босаңсымаңдар. Егер сендер солай істеу арқылы азап шегіп, қиналсаңдар, олар да дәл өздеріңдей азап шегіп қиналады. Яғни олар да өздеріңдей ет пен сүйектен жаралған, олар да өледі, олар да жараланады. Алайда сендер кәпірлерге қарағанда Алладан олар үміт етпейтін көптеген игіліктерді үміт етіп күтесіңдер. Шүбәсіз, Алла әр пенденің жай-күйін жақсы білетін, шексіз ілім иесі, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған, асқан даналық иесі. Уа, Мұхаммед! Біз саған осынау кітапта адамдар арасында Алланың өзіңе нұсқап көрсеткендей үкім жүргізіп, билік айтуың үшін титтейде күмәнға жол бермейтін ақиқаттың нақ өзі етіп түсірдік. Ендеше опасы сатқындарға қамқорда, қорғанда болма. Алладан кешірім тіле. Өйткені Алла өте кешірімді, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Өз-өзіне опасыздық жасап, хақ жолдан адасып, жүргендерге бола таласып тартыспа, олардың сөзін сөйлеме. Шүбәсіз, Алла опасыздық һәм күнә жасауда тым шектен шыққандарды жақсы көрмейді. Олар істеген опасыздықтар мен күнәларын адамдардан жасыруға тырысады да, соның бәрін Алланың көріп тұрғанын мүлдем ескермей. Әйтсе де олар түнделетіп Алла разы болмайтын, өтірік айтуды, жала жабуды, опасыздық жасауды, сондай-ақ ақиқатты бұрмалауды сөз қылып, әр қилы қитұрқы жоспарлар құрып жатқандарында Алла олардың басы шексіз ілімі һәм құдіретімен толық қамтып білуші. Мақұл, сендер бұл дүниеде солардың сөзін сөйлеп, солар үшін таласқа түсіңдер делік, ал енді қиямет күні Алланың алдында олардың жауап береді. Ал енді кім жамандық жасаған соң немесе күнәға батып, өз-өзіне қиянат жасағаннан кейін Алладан кешірім тілесе, Алланың өте кешірімді, әсіресе тәубеге келіп өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді екенін көреді. Ал кім жамандық жасағаннан кейін тәубе етпей сол күйі күнә арқаласа, шүбәсіз, сол күнәні өз зиянына арқалаған болады. Алла бәрін білетін шексіз ілім иесі, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан дана. Сондай-ақ кім кішігірім күнә істеп, немесе ұрлық-қарлық, кісі өлтіру сынды, кісі ақысын арқалататын ауыр күнә істеп, кейін оны бейкүнә біреуге жаба салса, шүбәсіз, жала жапқан һәм анық әрі үлкен күнә арқалаған болады. Уа, Мұхаммед, егер Алланың саған деген шексіз шарапаты болмағанда, олардың бір тобы сені үкім шығаруда шатастыруға әрекеттенген еді. Алайда олар біреуді адастырамыз деп жүріп, түбінде өздері ғана адасады, кәм саған ешқандай да зиян тигізе алмайды. Өйткені Алла саған тура жолға бастайтын, кітап пен хикметті түсірді, һәм білмегеніңді үйретті. Міне, осылар тұрғанда олар сені қалай шатастырып, саған қалай зиян кетіреді дейсің. Уа, Мұхаммед! Алланың өзіңе нәсіп еткен игілігі мен шарапаты шынымен шексіз болды. Олардың күңкілдерінің оңаша бас қосқан құпия жиналыстарының көбінде қайыр жоқ. Алайда мұқтаждарға садақа беруді, ізгілікті, жақсылық жасауды және араздасқан адамдардың арасын жарастыруды бұйыратындардың оңаша бас қосып, сырласып, өзара кеңес құрғанның жөні бөлек. Кім мұны Алланың разылығына бөленуді қалап істесе, оны зор сауапқа, сый-сияпатқа бөлейміз. Осы аяттар түскен соң Расулаллаға қару-жарақтар әкелінді. Расулалла, саллаллаху алейхи уа саллям, оларды Рифағаға қайтарып берді. Қатада сөзін жалғап былай дейді: мен қаруымды көкеме апарып бердім. Көкем жахилият дәуірінде қартайған немесе риуаят етуші Әбу Исаның шүбәсі себепті көздері өте нашар көретін бір қарт кісі еді. Сол себепті мен оның мұсылманшылығына біраз күмәнмен қараймын. Қаруларды өзіне қайтарып берген кезінде маған: ей, бауырым, бұларды Алла үшін кешіргенмін деді. Жоғарыдағы аяттар түскен кезде Бушайр мүшриктерге барды. Сулафа бинт Сағд ибн Умайяға қонақ болды. Сол кезде Алла тағала мына аятты түсірді: ал кім тура жол өзіне анық айқындалғаннан кейін Алла елшісіне қарсы келіп, мүміндердің жолынан өзге теріс жолдарға түсетін болса, онда оны бет бұрған жағына бұрып, өзі түскен теріс жолда сол күйі қалдырамыз һәм жаһаннамға тастаймыз. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ! Алла өзіне серік қосқанды әсте кешірмейді. Ал одан өзге күнәларды істеген құлдарынан қалағанын кешіреді. Кім Аллаға өзгелерді серік етіп қосса, шүбәсіз, хақ жолдан мүлдем алыстап, қатты адасқаны. Бушайр Сулафаның қасынан қонақ болып қайтқан кезде, Расулалланың ақыны Хассан ибн Сәбит әйелді жерге қарататындай өлеңдер жазды.
Осыларды естіген кезде Сулафа Бушайрды үйінен қуып, жоғал, маған Хассанның өлеңдерін сыйға тартқаннан басқа ешбір жақсылық жасамадың дейді. Түсіндірме. Бұл жерде Хассан ибн Сәбиттің өлеңінің адамдарға қатты әсер ететін күші бар екенін байқаймыз. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уассалям, Хассанға айрықша көңіл бөлген. Өзін Рухул Құддустың қолдайтынын, өлеңдерінің қылыштан өткір һәм қарудан да пайдалы екенін айтып, дұшпандарға қарсы өлең жазуға әмір еткен. Риуаяттар Расулалланың Хассанға мешіт ішінде арнайы мінбер жасатып бергені, сол жерде достарды сүйіп, дұшпанды сөгіп бірнеше өлеңдер жазғандығы айтылады. Жоғарыдағы оқиғаның Мустадрактағы жалғасында сол жерден қуылған Убрайк Таифқа кетеді. Сол жерде бос тұрған бір үйге кіреді. Алайда күндердің күні әлгі үй құлап ол астында ант етейік, Мұхаммедті қасындағы сахабаларының қайсысы тәрк қалып өледі. Осыған қатысты Құрайыштар былай дейді: Аллаға ететін болса, өмірінің соңы жақсылықпен аяқталмайды. Жақсы болған адамдардың ешқайсысы оны тәрк еткен жоқ. Әбу Хурайра былай дейді: Алланың хақ уағдасы болған осынау жұмаққа кіру мәселесі, сендер қиялдағандай немесе кітап иелері қиялдағандай емес. Алланың алдында барлық адам һәм барлық қауымдар бірдей. Ақиқат біреу ғана, кімде кім жамандық жасаса, жазасын тартады, әрі Алладан басқа өзін жазадан құтқаратын қамқор доста, қол ұшын берер медеткер де таба алмайды деген аят түскен кезде, мұсылмандар әжептәуір уайымдап қалды. Сол кезде Алла елшісі мынадай насихат айтты: амалдарыңда орта жолды ұстанып, туралықты табуға тырысыңдар. Мүміннің басына қандай да бір қиындық келсе жасаған күнәларына кәффарат болады. Мейлі ол басына аяқ астына келген пәлекет екі табанына қадалған тікен болса да. Тирмизидің риуаятында мына қосымша бар: аяттың үкімі мұсылмандарды кәдімгідей уайымдатып тастады. Сонда олар Алла елшісіне шағымданып келгенде оларға былай дейді. Түсіндірме. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, мүминдерді жұбатып, күнәларға қарсы кейбір кәффараттардың бар екенін айтқан. Оны тазалайтын себептерді де жаратқан. Мүминді уайымдатқан, мүмін адам табиғатына тән кей күнәні істесе де, Рахман Алла мазасын қашырған әрбір жағдай осындай себептерге жатады. Бұлар қандай жағдайда келсе де күнәлардың кәффараты болма. Тек қана мұсылман кісі тура жолды таубудың соңында болса болғаны. Жақсы ниеттің маңыздылығы осы жерде де айқын көрінеді. Себебі жақсы амалдардың басы дұрыс ниет екені анық. Әбу Бәкір әс-Сиддық былай деді: мен Расулалланың жанында отырған едім. Оған мына аяттар түсті: кімде кім жамандық жасаса, жазасын тартады, әрі Алладан басқа өзін жазадан құтқаратын қамқор доста, қол ұшын берер медеткерде таба алмайды. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уассалам, қазір түскен аятты саған оқып берейін бе деді. Мен оған әрине оқып беріңіз дедім. Маған оны оқытты. Мен белімнің қақ бөлінгенін сезгендей болдым да сәл керілдім. Сонда Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, не болды, Әбу Бәкір? Деді. Ата-анам жолыңа құрбан болсын, уа, Алланың елшісі, қандай адам жаман амал жасамайды дейсіз? Олай болса, барлығымыз істеген қате күнәміз үшін жазаға тартыламыз ғой деп уайымымды білдірдім. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә саллам, былай түсіндіріп берді: уа, Әбу Бәкір, сен және мүміндер мыналар арқылы осы дүниеде жаза көресіңдер. Сондықтан Аллаға қауышқан кезде еш күнәларың қалмайды. Ал басқаларға келетін болсақ, олар күнәларын жинай береді. Қиямет күні жазалары да соған сай жиналып кеп соғады. Али ибн Зайд анасынан жеткізген риуаятта былай дейді: анасы Әзірет Айшаға Алла тағаланың мына аятында іштеріңдегіні жасырсаңдар да Алла сол арқылы сендерді есепке тартады, және кім жамандық жасаса жазасын тартады деген үкімдері жайлы сұрады. Әзірет Айша былай жауап берді: менің Расулалладан бұл мәселе сұрағаннан бері ешкім бұл жайлы менен сұрамады. Алла елшісі былай деген болатын: бұл Алланың ауру мен қайғыдан бастап, қалтасындағы кішкентай заттың жоғалуына қайғырғанға дейінгі аралықтағы нәрселердің барлығы құлдың дүниеде жаза шегуі. Осылайша адам баласы бірте-бірте күнәларынан арылады. Бейне бір көбіктің арасынан саф алтын шыққан сияқты. Түсіндірме. Іштеріндегіні жасырсаңдар да Алла сол арқылы сендерді есепке тартады деген аят осы хадисте егжей-тегжейлі баян етілді. Ибн Аббас былай дейді: Сәуда анамыз Расулалланың өзін талақ етіп жіберуінен қорқып, менен
ажыраспа, некелі жарың болып қала берейін, менің қасымда қалатын кезегімді Айша алсын дейді. Расулалла саллаллаху ғалейхи уассалам дәл солай жасады. Сол кезде мына аят түсті: егер қандайда бір әйел күйеуінің өзіне салқын қарап, жұбайлық міндеттерін лайықты түрде орындамауына немесе өзінен сырт айналып кетуінен қорықса, онда бір амалын тауып, екеуі өзара келісімге келу арқылы жарасатын болса, яғни әйелі күйеуінің көңілін табу мақсатында алған мәһірінен екі өзіне тиесілі басқа да дүниеден күйеуіне тарту таралғы берсе, немесе басқа да жақсылықтар жасаса, мұны істеген әйел де, әйелінің бергенін алған ер адам да, екеуі де күнә арқаламайды. Өзара келісімге келіп жарасу әлбетте хайырлы іс. Задында нәпсі атаулының бәрі сараң һәм өзімшіл келеді. Ендеше, әй ер адамдар, егер өзімшілдікке салынбай, әрдайым игілікті істер істесеңдер, әсіресе әйелдеріне қолдарыңнан келгенше жақсылық жасасап, олардың құқығын аяқ асты етпей, тақуалық аясында өмір сүрсеңдер, біліп қойыңдар, шүбәсіз, Алла не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар, қандай жағдайды шарт қылып келісім жасаса да рұқсат етіледі. Түсіндірме. Сәуда бинт Замға ибн Қайс әл-Құрайши анамыз Алла елшісінің Әзірет Хадиша анамыз қайтыс болған соң Меккеде жүріп бас қосқан жары еді. Расулалламен бірге хижрет жасады. Әзірет Омардың халифалығы кезінде қайтыс болды. Тирмизиден алынған жоғарыдағы хадисті мағыналық тұрғыда қуаттайтын риуаяттар көп. Мәселен, Сахихайнда Әзірет Айшадан келген бір риуаятта Сәуда ибн Замға өзінің күндерін Айшаға сыйлады. Осылайша Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Айшаға 2 күнін бөлетін. Бірі өзінікі, екіншісі Сәуданың күні. Мүслимде Уқба ибн Халидтен жеткен бір риуаятта мынадай бір мағлұмат келеді: Сәуда қартайған кезде кезегін Айшаға берді. Әбу Дәуідте келген риуаятта кезегін беруінің себебі де баян етілген. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм бөліскенде бірімізден артық көрмейтін. Бір күнде бәрімізді зиярат еткен кезде өте сирек болатын. Сәуда бинт Замға қартайғанда Расулалланың өзін тастап кетеді деген қорқыныштан, Алланың елшісі, менің кезегім келген күн Айшаның күні болсын деді. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм оның бұл ұсынысын қабыл етті дейді. Риуаятты жеткізген Әзірет Айша былай дейді: біз былай дейтін едік, Алла тағала өзара келісімге келіп жарасу әлбетте қайырлы іс. Задында нәпсі атаулының бәрі сараң һәм өзімшіл келеді. Ендеше, әй ер адамдар, егер өзімшілдікке салынбай, әрдайым игілікті істер істесеңдер, әсіресе әйелдеріңе қолдарыңнан келгенше жақсылық жасасап, олардың құқығын аяқ асты етпей, тақуалық аясында өмір сүрсеңдер, біліп қойыңдар, шүбәсіз, Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар деген аятты осындай жағдайларға байланысты түсірді. Ибн Сағдтың риуаятында Әзірет Сәуда, сені белгілі бір мақсатпен жіберген Аллаға ант етейін, менің ендігі жерде ешқандай қажеттілігім қалмады. Алайда қиямет қайым күні сенің әйелдеріңнің бірі болып тірілгім келеді. Саған кітап түсірген Алланың атымен сұраймын, маған ашуланған белгілі бір себептерге байланысты талақ еттің бе деп сұрайды. Алла елшісі талақ бермегенін айтқанда қуанған ол, мен күнім мен түнімді Расулалланың сүйіктісі болған Айшаға сыйлаймын дейді. Аятта келісім жасау, түсінісу ең жақсы нәрсе екені айтылған. Келісу ажырасудан, бет бұрудан әлдеқайда жақсы. Аяттың жалғасында былай делінеді: задында нәпсі атаулының бәрі сараң һәм өзімшіл келеді. Бұл жерде Алла тағала адам баласының табиғатынан хабар берген. Сарандыққа әзір, пайдакүнемдікке жақын. Демек, әйел кісі күйеуінің алдындағы міндеттерінен бас тарта алмайды. Ер кісі де басқаға бүйрегін бұрды екен деп, оның алдындағы міндеттерін атқармай қоюына болмайды. Ендеше, әй ер адамдар, егер өзімшілдікке салынбай, әрдайым игілікті істер істесеңдер, әсіресе әйелдеріне қолдарыңнан келгенше жақсылық жасасап, олардың құқығын аяқ асты етпей, тақуалық аясында өмір сүрсеңдер, біліп қойыңдар, шүбәсіз, Алла не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар.